Балықтар сәлем. Қыркүйек айына қазір болжам жасайтын боламыз. Қыркүйек айының жалпы қуаты. Қыркүйек айында қандай қуатта боласыз? Қандай әрекеттер, қандай тіршіліктер? Айдың басы, айдың аяғы. Қандай бәлкім кедергілер, кризистік ситуациялар болуы мүмкін. Финансы, қаражат мәселесі, материалдық тұрғыдан ай қандай болады екен, табыс жағынан, иә. Сосын ең соңында бұл сезімдер, эмоция, қарым-қатынас. Ал кеттік, айдың жалпы қуаты, бұл колесница, бұл айда орныңда отырып қалу өте қиын болады. Қозғалыс, шешім қабылдау, алға жылжу, бір нәрсені қатты қалап, соған қарай нақты әрекет жасайсыз. Айдың басында қай жаққа барамын, қалай істеймін деген ойлар болуы мүмкін. Бірақ кейін жағдайды өз қолыңызға алып, бағытты өзіңіз таңдап, ары қарай жылжисыз. Бұл карта жол, сапар, көлік немесе бір жерден екінші жерге қозғалысты да көрсетеді. Әрекет, қозғалыс, орныңызда тұрмайсыз, әрекетте боласыз. Ары қарай кеттік, тіршілік жағынан, әрекет жағынан, иә. Айдың басында жаңа нәрсеге қызығушылық пайда болады, бір идея пайда болады, жаңа ұсыныс, жоспар немесе бастама болуы мүмкін. Бір жаңа дүниені бастауға әрекетте боласыз, энергияда, қуатта боласыз. Энергияңыз өте сондай бір көтеріңкі деңгейде болады. Бір нәрсені бастап көріңіз келеді, бірақ әзірге бәрі жаңа деңгейде. Ал көрейін, жасап көрейін деген көңіл күй. Жаңалықтан қорықпай, мүмкіндіктер болса, міндетті түрде сізге ашық болған дұрыс. Айдың соңында, ал міне, айдың соңына қарай энергия қатты күшейеді. Басында жай ғана идея болған нәрсе нақты бір іске асырылады. Идеяны шынайы өмірде реализация жасайсыз. Бір нәрсені бастауға үлкен мотивация және де мүмкіндік болады. Былайша айтқан кезде айдың басында ой пайда болады, соңында оны іске асыруға күш келеді. Ары қарай кеттік, қандай кедергілер болуы мүмкін? Айдың басында өзіңізді бір жағдайдың ішінде қысылып қалғандай сезінуіңіз мүмкін. Не істеймін, қайсысы дұрыс деп көп ойлануыңыз мүмкін. Өзіңізбен өзіңіз іштей бір күрес десе болады. Бірақ бұл жерде басты мәселе жағдайдың өзінен гөрі өз ойыңызды көптігі. Басыңыздағы үнемі бір ой. Өзіңізге бір шектеу қоясыз. Менің қолымнан келмейді деп қалмаңыз. В общем, сіздің ойыңыз сізді тармастетеді. Кедергі сол болып тұр. Түсіндіңіз ба? Айдың соңы. Ай соңында керісінше бәрі анықтала бастайды. Бір маңызды шешім қабылдайсыз, немесе бұрын түсініксіз болған нәрсенің жауабы келеді. Мен бұл нәрсені неге баяғыдан бері бастаған жоқпын деген сияқты ойда болуыңыз мүмкін. Тура бір енді түсіндім. Бұны былай жасау керек екен ғой деген сәт келеді. Артық нәрсені кесіп тастап, нақты шешімге келесіз. Ары қарай кеттік, қаржылық мәселе, финансы. Өте жақсы карта, туз пентаклей, ақша, жұмыс, жаңа мүмкіндік, немесе материалдық жағынан пайдалы бір ұсыныс келеді. Бұл бірден үлкен ақша деген емес, бірақ болашағы бар мүмкіндік. Оны дұрыс пайдалансаңыз, кейін жақсы нәтиже беруі әбден мүмкін. Бір ақша салу, ақша айландыру, бастау деген сияқты, иә. Айдың соңында ақша немесе жұмыс тақырыбында жаңа нәрсені үйренесіз. Жаңа ұсыныс, жаңа міндет пайда болуы мүмкін. Мәнсап, қосымша жұмыс, қосымша ақша, мысалы жаңа жұмыс, қосымша бір табыс, оқу, кәсіп бастау, немесе бір істі ақшалай бағытқа айландыру. Мысалы үшін, сіз бірдеме қолыңыздан келеді, бірақ оны ақшаға айландыруға батылыңыз болмай жүрді, немесе сәті келмей жүрді. Осы кезеңде сәті келіп ақшаға айландыру деген сияқты әрекетті бастайсыз. Басында кішкентай көрінгенмен, оған жауапкершілікпен егер қарасаңыз, немқұрайлы қарамай, онда өсуге бұл жерде мүмкіндік бар. Сіз дұрыс бағыттасыз деген мағынаны білдіреді.
Ал кеттік, сезім, эмоция, қарым-қатынас, иә. Сезім жағынан айдың басында таңдау көп болуы мүмкін. Бірнеше адам, бірнеше ұсыныс, немесе бірнеше түрлі сценарий ойыңызда болуы ықтимал. Демек, сіз мысалы үшін, иә, интернетте бірнеше адаммен сөйлесесіз, сол адамның арасынан таңдайсыз, қайсысымен қалғаным дұрыс болады, қайсысымен мен ары қарай жалғастырайын, қайсысымен мен осы жерден қоя қояйын деп, иә. Не болмаса сіз отбасылық жұп болсаңыз, онда бірнеше қарым-қатынасыңыздағы бірнеше сценарийді ойластырасыз. Осылай жалғастыра берсек болмайды, бұл дұрыс емес деген сияқты. Бірақ бәрі бірдей шынайы бола бермейді, сондықтан қиялға қатты берілмеңіз, адамның нақты әрекетіне қараңыз дейді. Ну, получается, вот біз көп қиялданамыз, әсіресе әйел адамдар, иә, сол қиялға жол жоқ. Ары қарай кеттік. Айдың соңында көңіл күй әлде қайда жеңілдейді. Міне, керемет карта негізі. Кездесу, достармен араласу, қуанышты жаңалық, мереке, немесе жақсы адамдардың ортасында болу көрініп тұр. Міне, жалғыз қалмайсыз. Бір нәрсені бірге атап өту, немесе қуанышты бөлісу, ортада, адамдардың ортасында, жақсы көңіл күйде, күшті. В общем, бұл айдың қызығы, басында мысалы үшін күмән көп, иә. Соңына қарай бәрі қозғалып, анықталып, аяғында міне тойлатып жатырсыз, иә. Не істеймін, қай жолды таңдаймын, болды, мен шештім, енді осы жолмен барамын деген оймен, сондай нәтижемен қыркүйек айын бұйырса аяқтайсыз. В общем, басында мүмкіндік болады, күмән болады, бірақ соңында міне бұйырса табыс та бар, көңіл күй да бар, түйінді да бар, қуат та бар. Так что, балықтар, сәттілік, қыркүйек айларыңыз керемет өтсін. Сау болыңыздар.